Параграф 52 кездейсоқ шабалар, дискретті кездейсоқ шабалар, үзіліссіз кездейсоқ шабалар. 52-де екінші есеп. Бізде x кездейсоқ шабастық үлестіріп зағыт адықтайды кестеді толтырыңдар дейді. Мұнда x 3, 21, 30, 50 делген, ал p, яғни иқтибалдылық 0,25, сұрау белгісі 0,25, 0,25. Бізде барлық иқтибалдылықтың қосындысы бізде бірді беруі керек. Яғни p 3 плюс p 21 плюс p 30 плюс p 50 тең 0,25 плюс x плюс 0,25 плюс 0,25 тең болу қажет бірге. Мұнда 0,25-ті 3 рет бір-бірден қосқан кезде 0,175 плюс x тең 1 болады. X тең 1 азайтылған 0,175. Сонда x тең болады 0,125-ке. Демек, сұрау белгісінің орнына 0,125-ті қоямыз. Келесі 52-де үшінші есеп. Мұнда x 3, 7, 12, 15, 18, 21. Егер белгісіз иқтибалдылықтың мәндері тең болса, онда x кездейсоқ шабастық үлестіріп заңын анықтайтын кестені толтыр дейді. 0,1 қосылған 0,105 қосылған x деп алайық, және қосылған тағы да x қосылған 0,105 қосылған 0,1 тең болуы қажет бірге. 0,1-ге 0,1-ді қоссақ 0,2 болады, ал 0,105 пен 0,105 өзі 0,1-ді береді. Демек 0,3 қосылған 2x тең 1-ге. 2x тең болады 1 азайтылған 0,3, 2x тең болады 0,7, x тең болады 0,135-ке. Қатарынан тұрған екі сұрау белгісінің орнына 0,135 деген санды қоясыздар. x 3, 7, 12, 15, 18, 21. Ықтималдылықтары 0,1, 0,105, және де бұнда 0,135-ті қоямыз, бұнда да 0,135-ті қоямыз, бұнда 0,105, ал бұнда 0,1. Келесі 52-де төртінші есеп. Мұнда түйін 5 рет лақтырылды дейді. X дискретті кездейсоқ шабасы елтаңбаның түсу санының үлестіріп кестесі құрыңдар, және үлестіріп гистограммасы тұрғызыңдар дейді. Мұнда бізде 5 рет лақтырылған кезде мүлдем түспеуі мүмкін, оны 0 деп белгілейік, және 1 рет елтаңба жағымен түсуі мүмкін, және 2 рет елтаңба жағымен түсуі мүмкін, 3 рет елтаңба жағымен түсуі мүмкін, 4 рет, және де 5 ретте елтаңба жағымен түсуі мүмкін. Бізде ешқандай да елтаңба жағымен түсуі мүмкін емес деп 0 деп жазып алдық. Енді ол жағдай елтаңба жағымен түсудің ықтималдығы бізде 2-де 1 болады. Себебі бізде тиында 2 бет болады да, біреуі елтаңба жақ, ал біреуі сан жағы. Сондықтан 2-де 1 деп аламыз. Бізде 5 рет лақтырылатындықтан 2-де 1-ді бір-біріне 5 рет көбейтеміз. Сонда бізде тең болады 32-ден 1-ге. Одан кейін 1 рет елтаңба жағымен түсу ықтималдығын жазамыз. Олай болса, мұнда 32-ден 1 көбейтілген қосылған 32-ден 1 қосамыз 32-ден 1-ге, қосамыз 32-ден 1-ге, және қосамыз 32-ден 1-ге. Бұл бізде тең болады 32-ден 5-ке. Келесі 2 рет елтаңба жағымен түсу ықтималдылығын табу үшін біз 32-де 1-ді 10 рет қосамыз. Яғни 32-де 1 қосылған 32-де 1 болып кетеді. Оны жаза салайық, көбейту 10 деп 32-ден 10 болады. Үштің ықтималдылығы да солай болады. Өйткені
2 рет түсу ықтимал, 2 рет ел тәкба жағы бет түсу ықтималдығы, немесе 3 рет ел тәкба жағы бет түспеу ықтималдығы бар. Мұнда да сол секілді 3 рет ел тәкба жағы бет түсу ықтималдығы, 2 рет түспеу ықтималдылығы. От бөлікке 32 деп жаза салайық. Бұнда 4 рет ел тәкба жағы бет түсу ықтималдылығы бізде 32-ден 5 болады. Себебі 4 рет ел тәкба жағы бет түсуі де, түспеуі де мүмкін. 1 рет таңба жағы бет түсуі мүмкін. Бұнда 1-де де солай. 1 рет таңба жағы бет түсіп, 4 рет ел тәкба жағы бет түспеуі мүмкін. Сондықтан бұл да 32-ден 5 болады. Ал 5 рет ел тәкба жағы бет түсу ықтималдылығы бізде 32-ден 1 болады. Үлестіріп кестесі құрамыз. X бұнда P. Бірінші 0 деп аламыз. 1, 2, 3, 4, 5. Мұнда ықтималдылығы 32-де 1, бұнда 32-де 5, мұнда 32-ден 10, 32-ден 10, 32-ден 5, мұнда 32-ден 1. Енді осы ықтималдылықтарын қосып шығайық бір-біріне. Бірге тең болайық екен. Тексерейік. 32-де 5, 32-де 10, 32-де 10 плюс 32-де 5 плюс 32-де 1. Бірге 5-ті қоссақ 6, мұнда 10-ға 10-ды қоссақ 20, 30, 31, 32. 32 бөліккен 32. Тең болады бірге. Демек, біздің есебіміз дұрыс. Келесі 52-де 5-ші есеп. Мұнда айтады, қорапта 4 ақ және 3 қара шар бар. Ақ 4 шар бар, ал қара 3 шар бар. Қораптан ақ шар шыққанша бір-бірден кезекпен шарлар алынады. X дискретті кездейсоқ шамасының алынған шарлар санын үлестіріп қатарын табу қажет екен. Яғни бізде ақ 4 шар болғандықтан, оның ықтималдылығы, яғни P тең болады. Өзі қорапта барлығы 4-ке 3-ті қоссақ 7 шар бар, ол бөлімінде түседі, 4 алыбына түседі. Демек бізде ақ шардың ықтималдылығы, алыну ықтималдылығы 7-тен 4. Екінші, қара және ақ шарлардың алынуы ықтималдылығын табайық. P тең болады. Бірінші, қара шарлардың алыну ықтималдылығы бізде 7-ден 3. Көбейтеміз. Қораптың ішінде енді 7-те 1-ді азайтамыз, 6 шар қалады. 6 бөліміне түседі. Ал ақ шардың бізде саны 4. Мұнда бізде 7-ден 2 болады. Келесі үшіншісі қара және қара ақ шарлардың алыну ықтималдылығын табамыз. P тең болады. Бірінші қара шардың ықтималдылығы 7-тен 3. Екінші қара шардың ықтималдылығы 6. Қорапта 3 шардан енді 2 шар қалды. Сондықтан 2 көбейтілген. Қорапта өзі 5 шар бар. Оның 4-еуі ақ. Сондықтан 5-тен 4-ті көбейтеміз. Бұны көбейтсек 35-тен 4 болады. Келесі төртінші қара және қара соңғы ақ шардың шығу ықтималдылығы. P тең болады. Бірінші қара шардың ықтималдылығы 7-ден 3. Одан кейін көбейтеміз 6-дан 2-ге. Одан кейін қорапта 5 шар қалды. Және оның ішінде ақ шар біреу ғана қалды. Көбейтеміз 4-тен 4-ке. Мұнда 35-тен 1 болады. Енді кесте құрамыз. Бірінші бізде 7-ден 4 болды. Одан кейін 7-ден 2 болды. Одан кейін 35-тен 4, ал одан кейін 35-тен 1 болды. Барлығын қосып алсақ бізде 1 шығады. 7-тен 4 қосылған 7-тен 2 қосылған 35-тен 4 қосылған 35-тен 1 тең болады.
Бұда 5-те береміз, бұда 5-те береміз. Сота 20 қосу 10, қосу 4, қосу 1, бөлінген 35. Тек болады 35 бөлінген 35. Ол тек болады 1-ге. Келесі 52-де 6-шы есеп. Мұнда айтады, 4 сан арифметикалық прогрессия құрайды, және олардың ортақ мүшелері 10 және 14 дейді. Мұнда 10, бұда 14. Арифметикалық прогрессия табу үшін енді оны 14-тен 10-ды азайтамыз. Тек болады 4-ке. Демек 10-дан 4-ді азайтамыз, онда 6 болады. Және 14-ке 4 қосамыз, онда 18 болады. Егер ортаңғы мүшелердің ықтималдылықтары шеткі мүшелердің ықтималдылықтарынан 4 есе артық болса, онда кездейсоқ шаманың үлестірім заңын анықтаңыз дейді. Бізде мынаны біз P1 деп алайық. Мынау 4P1 болады. Мына жерді P2 деп аламыз. Бұнда 4P2 болады. Енді барлығы қосамыз. P1 қосылған 4P1 қосу 4P2 қосылған P2. Тең болу қажет 1-ге. P1-ге 4P1-ді қоссақ 5P1 болады. Қосылған бұнда да 5P2 болады. Ол тең болады 1-ге. Енді 5-ті жақша сыртта шығарамыз. P1 қосылған P2 тең болады 1-ге. P1 қосылған P2 тең 1-ді 5-ке бөлсек 0,2 болады. Демек бізде P1-ді 0,1, ал P2-ді 0,1 деп алсақ. Енді P1 0,1 болса, бұнда 10-ның ықтималдылығы 0,4 болады, ал 14-кі 0,4. Міне, x 6, 10, 14, 18. Ықтималдылықтары 6-дікі бізде 0,1 болады, 10-дікі 0,4, 14-кі 0,4, 18-кі 0,1 болады.